Бәріңе сәлем достар, сендермен бүгін мен Бейбарыс. Достар, бүгін біз жылқыға, жануарларға қалай ат қою екенін үйренетін боламыз. Енді міне достар, ол ат қою үшін бізге ол үшін қалай аты қазір наковальная ма? Қатесем кешіңіздер. Наковальная деймін. Сондай осындай темір керек. Анау зат жасайтын ішінде біріншісі. Соны қоямыз да ішіне кіреміз. Достар, міне бирка дегенді өшіреміз да. Мысалы мен жаңа жылқымның аты тигр болсын. Тигр. Немесе барсик болса, барсик. Міне достар, мынаны өзімізге алып аламыз. Жасалды міне достар. Енді бұны өшіреміз де барсик деген бирканы өзіміздің жануарымыздың қасына апарамыз. Міне менің өзім жануарым, име міне қойдық. Міне достар, қарасаңыз, міне жанына жақындасаңыздар аты шығып тұрады. Міне барсик. Тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. Сіздер ол үшін темір құралды аласыздар да, ішіне кіріп бирканы аласыздар да, кез келген ат жазасыздар. Келесі мысалғы чошқама қазанбас деп ат қойық. Қазанбас. Қазақпыз ғой өзіміз. Міне жасалды достар. Енді қазір мені өшіреміз де қазанбасқа барамыз. Енді қазір мен шошқам. Алдыңғы видеода мен шошқаға қалай отыру керек екенін үйреткен болатын. Қасына келеміз, имен қоямыз. Міне жанына келеміз, қазанбас деп тұрады. Міне өте күлкілі достар. Өзіңіздің жануарыңызды жоғалтып алсаңыз, жанына барып іздесеңіз болады достар. Видеоны лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Алдағы уақытта қызықты видеолар шығып тұрады. Анамнан алыстамаңыздар. Сау